Сәлем қыздар, Випупай тортынан сифор торт дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында тұрған сармайымыздың үстіне құмшекерімізді салып араластырамыз. Бір қилы масса болғанша, ағарғанша араластыратын боламыз. Араласқаннан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқамызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Өткізгіштен өткерілген ұнымыздың үстіне разғытел салып, какао салып, жақсылап араластыратын боламыз. Астын үстіне қарай араластырып, бір тегіс етіп, видеода көрсетілгендей араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиентіміздің үстіне қатты қайнап тұрған су, оның үстіне сүт құятын боламыз. Оның үстіне мана сармайды массамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бір қилы болғанша астын үстіне қарай жақсылап араластыратын боламыз. Массамызды осылай бір қилы араластырып болғанымыздан кейін 4 бөлікке бөлеміз. Осындай листімізге пергамент қағазын төсеп, бір тегіс етіп әдемілеп тегістеп аламыз. Духовкамыздың жағдайына қарай 15-20 минутта 250 градуста пісіріп алатын боламыз. Менде 4 қожық осылай әдемі болып пісіп шықты. Пісіп шыққан қожықтарын суығаннан кейін осындай кондитерский магазиндерде сататын болады. Осындай силикондарды осыған қойып, тегістеп, әдемдеп кесіп шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей кесіп шығатын боламыз қыздар. Осылай кесіп, тегістеп, әдемдеп кесіп шығамыз. Ауысқан қоржықтарымызды трайфель жасасақ болады қыздар. Оба болмастан осылай бір тегіс әдемдеп кесіп шығамыз. Менде 2-4 шықты. Қоржықтарымыз кесіп болғаннан кейін менде 500 мл сливки жай скоростта, яғни жай қойып миксерлейтін боламыз. Бірінші 1-2 минут сливкемізді айландырып алатын боламыз. Айланып болғаннан кейін үстіне творожный сырымызды аз-аздан қосатын боламыз. Бірден бәрін салып жіберсек
кремибиз iriп кетүү мүмкүн или түйүрүшүк болуп калышы мүмкүн. Өткүзгүчтөн өткөрүлгөн кант унтагын салып жакшылап миксерлейтин болобуз. Кремimiz осындай болуп чыкты кыздар. Endi tortun içine koyuyoruz. Коробкамыздын астына да аздап крем жактым. Лопаткамыздын үйүнө 4-5 немесин үстүнө деп крем жактым. Эми коржуктарыбызды тактай кетин болобуз. Байкап кыздар, сынып калмасын. Видеода көрсөтүлгендей коржуктарыбызды коюп алабыз. Bunun üstüne холодильникке азгынча койгон кремибизди насадка менен видеода көрсөтүлгендей кылып бастырабыз. Осылай биринчи катарын кремибиз жакып болгондон кийин касык менен или лопатка менен кичине тегистеп алып холодильникке 1-15 минутка коюп алсаңыз да болот. Кремибиз эрип кетпей үчүн сонда кремибиз өтө адемі болуп чыгат.
Мен осылай тортымды апельсин менен, шоколадтар менен әрледім. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Егер видеом ұнаған болса, төменге мені бағалап лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеодан құр қалмау үшін маған подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Динара. Келесі видеодан құр қалмаңыз.